Ассалаумағалейкум, қымбатты лайфтан жобасының көрермендері. Бүгін міне тағы да сіздермен қауышып отырмыз. Бүгін керемет қонақ, шет елдерде қазақтың намысын қорғап жүрген, дауысы өте мықты әнші және көп жанрда бұлай да ән айта береді. Шынымен де қыздардың арманы, өзі красавчик. Бүркітте болды, Әміреде болды. Қарапайым өзіміздің Ернар! Ернаржан, қош келдің. Қош көрдік. Енді бірден сұрақ. Кім деп айтайын саған? Әміре, Ернар? Енді біз екеуміз, Сәке, неше жыл таныспыз? 10 жылдай таныспыз, құдайға шүкір. Сіз менің осы баяғыдан бастап келе жатқан кезінен білесіз, студент кезімде. Сондықтан сол кезде Ернарым ғой. Болды. Ернар сөйлесе берейін. Біздің бағдарламаға қош келдің. Жалпы лайфтан бағдарламасын көрдің бе? Көріп жатырмын, TikTok-тан көп көремін, шыны керек. Өтірік айтпай ақ қояйын, YouTube-ға кіріп қараймын, бірақ TikTok-тан өте көп шығады рекомендациядан. Ең бастысы сол емес пе қазірге? Күшті керемет. Сіздің жетістігіңіз құтты болсын. Осындай сен екеуміздің бағдарламамыз рекомендациядан көп шығып, TikTok-тан YouTube-қа қарай келсін адамдар. Кіммен болған лайфта ән жобасы ұнады? Қай қонақ ұнады? Жалпы мен көп бауырларымды тыңдаймын, өнердегі әріптестерім. Садриддиндікі жақсы ұнады маған. Сүйікті әншім Әбдіжаппар Әлқожа. Күшті. Өзің біліп тұрсың қайсы видео екенін. Назлы гүлім күшті. Әдімгідей өте әдемі айтып тастапты. Рахмет. Мынандай нәрсе бар. Камераға қарап тұрып, мысалға өзіңе ұнаған кез келген әншінің, мысалға енді 10 жылдық, 20 жылдықта айтқан ән сұрап алуға болады ше, біздің бағдарламада, лайфта әнде. Сұрап алуға болады, жалпы кавер айтуға болады ғой, Иә. Сондықтан осындасында көріп отырсаңыз, мен ана әніңізді айтқым келеді деп прямо сұрасам. Кавер деген нәрсе менің басым өте көп дейді, сондықтан мен қазір біреудің әнін айтуға қорқамын деп. Жалпы ұнап жүрген бір ән болып жатса, көріп қалар мүмкін сол әнші. Жақында бірақ ол әнді айттым деп айтайыншы, жарайды. Сұрап кәдімгідей айттым. Бала кезден маған енді үлкен әнші болған, сол әншіге біразды сол әншінің өнерін тамашалап өскен адаммын. Ол Қайрат Нұртас. Қайрекеңді өте жақсы көремін бала кезден. Сол кезде Қайрекең өзіне айтатын, ол кезде 12-демін мен. Дауысым өзгеріп жатқан кез, 12-ден 13-ге ауатқан кез. Көзәсің көмектеспейді жаным. Сол әнді Қайрекең айтшы, сол әнді өте қатты ұнайтын еді. Жақында Қайрекеңмен құдайға шүкір, қазір ағам ғой, өнердегі ағам өзің сияқты. Бір гастрольде болып, сөйлесіп, не істеп, братан аға деймін, братан аға сіздің бір әніңіз ұнайтын еді, соны айтсам бола ма деп. Қай ән? Көз жасың көмектеспейді деп. Ой, айта бер, конечно деді. Одан кейін Бауыржан Есебаевке звондадым, автор. Сол кісіге де хабарласып, екеуіне рұқсат алып, жақында сол әнді шығардым. YouTube-та мен көрдім, керемет шыққан, құтты болсын. Және білесің бе, Ернар, біз 2 маусымда бастадық, және өзің көріп тұрғандай жаңа локация, жаңа адамдар, және бізді ең бірінші қолдаған, серіктес болған, үлкен көмегін тигізген Салам Бро ұжымына алғысымды білдіремін. Салам Бро, дәмді бургерлер отаны. Ернар, біздің бағдарлама қандай ән алып келдің? Бірінші қандай әніңді орындаймыз? Біраз ойландым, енді өзің айттың ғой, 2 ән орындай деп. Каверінде айтқан боласың негізінде, бірақ өзімде авторлық әндерім бар ғой, құдайға шүкір, жақсы бір орындалып жатқан, өзіме ұнайтын жылтыр көйлек. Күшті тамаша, маған да қатты ұнайды. Және де менде жалпы осы фальцет, микстет деген нәрсені сен көп танытқан сияқтысың осы біздің елге. Себебі сен сол маска жобасынан кейін бүркіт болып жаңағы қыздарға ән айтқаннан кейін сондай дауысты саған қалыптасып қалды ғой. Көбісі былай айтады ғой, Сәке, оны шашатты деп ше, шыңғырып, не істеп. Енді не істеймін, солай тарап кетті да ол. Мен негізінде ерекшелік қолды. Тәубә деймін да, шүкір деймін. Рахмет, әркімге әртүрлі келді ол бақ. Маған солай келді. Бұл енді бір өнердің кішігірім бөлшегі болып қалды да. Кішігірім бір стиль болып қалды. Сонда сен екі жанрда айта бересің. Былай да айта бересің. Өзің айттың ғой, екінші ән. Өзің жаңа бағытыңмен, кәдімгі өзіңнің қоңыр дауысыңмен деген сияқты. Бәрін біліп тұрсыз ғой. Ендеше жылтыр көйлек авторлары? Жылтыр көйлек авторы өзім, музыкасын өзім жазғам, түгелде басынан аяғына шейін. Ең қызығы жылтыр көйлек бірінші орысша ән болып шыққан. Сөйтіп маскадан кейін бірдеңе жазу керек болды да, ана орысшаны қазақшаға аударып солай шығардым. Музыкасы сенікі, сөзі? Сөзі Саят Рахымжан деген менің өңдеген? Өңдеген Димаш Өтебай деген Дию және де Ауғантай Иса Аука. Болды, ендеше қарсы алыңыздар, қабыл алыңыздар. Ернар, жылтыр көйлек. Микрофонды алайық.
Жылтыр көйлек деген емес. Жылтыр көйлек. Басқа. Қиындау бірақ, иә, айту маған да бұйырыпты. Енді жаңағы фальцетпен, басқа дүниемен. Негіз білесің бе, мен осы бағдарламаны не үшін аштым? Өзіме ұнайтын әндерді осылай келіп, әншімен бірге орындап ше. Өзімнің де сан қырлы екенімді деп қуып кетсең де. Жоқ, осындай өзіме ұнайтын әндерді айту үшін аштым негізі бір жобасы. Екінші жобасы сол халықтың лайкын көп алған, жаңағы көрерменнің көзайынан алған ән. Енді сенің әнің әлбетте хит. Сондықтан сол хит. Бұндай бағдарламалар болу керек негізі. Мен сізді әріптестерім айтып жатқан шығар. Өзім де біраз ойлап жүрем, кім жасайды, кім істейді екен деп. Сондықтан өте күшті. Әндерде күшті тарап жатыр. Рахмет. Мындай сұрақ, енді сен өзің жаңағы конкурстың әндерді айттың, билейтін әндерді айттың, баяу әндерді де айттың. Жалпы жүрегіңе қандай ән жақын сен? Мен ең жек көретінім ше, брат. Конкурстың әнші дейді ғой маған. Мен соны өмірімде ең жек көретін нәрсем. Біреу таныстырады, мысалы, айтады конкурстың әнші. Сен конкурстың әншісің. Мен конкурстың әнші деп айтпаңдаршы. Мен жай ғана әншімін. Мен әнші болғым келеді. Мен ешқашан конкурстың әнші болғым келмейді, шыны керек. Ол менде мақсат тұрған жоқ. Бір мақсатым бар, әрине. Өнерімді, қазақтың әндерін, өзімнің жалпы өнерімді бірінші мансабымды шетелде таныстыру, көрсету, енді кейде болады, кейде болмайды, бірақ Құдайға шүкір қазір өз орнына келе жатыр. Қазір үлкен байқауларға дайындалып жатыр осы 1-2 жылда. Болады деген үміттеміз. Сол конкурстың әнші деген мүлде алып тастайық. Сол конкурстың әнші конкурста айтқан ән, және жылдам ән, және баяу ән. Қайсысы жүрегіңе жақын? Баяу әндер ұнайды, өте баяу әндер ұнайды. Өзім лирикпен негіз, потому табиғатында сондай лирикаға өте жақын. Әнші болмасаң кім болар едің мысалы? Әнші болмасам кәсіпкер болатын едім. Қандай кәсіптің түрін ұнатасың және қолыңнан келеді? Мал шаруашылығымен айналысқым келеді. Жалпы мен жылқыны өте қатты жақсы Инстаграмда көрдім, Әміреде, Ернарда,
короче жылқылар бар. Жоқ, ондай көп емес. Ондай көп емес, бірақ бастамасы бар ғой. Бастамам бар құдайға шүкір. Көп болсын, үйір болсын, бәйгеге қосатын болып, көкпарға бар жаққа беретін. Енді жылқы деген қазақтың қасиетті жануарының бірі. Жаңа әндерге қарағанда ескі әндерге өмір бересің ғой бір. Қысқаша бір дыхание беріп, сөйтіп шығарып, сол хит қылған кезде сол баяғы орындаған әнші немесе композиторлар бір өздерінің жаңағы нелерін білдірген жоқ па бір? Түсіндім. Дұрыс емес, керек емес, недовольствосында. Жалпы мен әрдайым шүкір деймін да. Шүкір деймін. Келген қалай келсе де, ең бастысы хайырмен, жақсылығымен келсе, мен шүкір деп айтамын. Қалай болмасын. Бірақ мен жаңа айттым ғой, сен ән сұра деп айттың ғой. Сол кезде ән сұрау қиын мәселе да ол мен үшін. Болды, мен енді бағымның еселенгені сол кавер жағынан болды ғой, құдайға шүкір. Содан кейін өте көп қоңыраулар болды, әңгімелер болды, кавер әндерге. Айтпаған жан қалмаған шығар, мысалы, әр әнге қатысты, әр каверге. Бірақ ең бастысы адамның адамдығы қайда білінеді. Осылай араласқанда, сөйлескенде, мән-жайды түсіндіргенде, жалпы құдайға шүкір, сол енді барлығымыз бір қазақпыз ғой. Болды, кейде бір жағдайлар қазақтыққа да салынбай, жоқ, ол маған қызық емес, орындама деген кездер болды. Ол әндерді мен орындамаймын. Кейде бір ағаларға бірақ алдарынан өтіп, сөйлесіп, жігітше, үлкенге құрмет деген сияқты сол жолдармен керемет барлығы орнына тұрды. Бірақ қазір осындай өзің сияқты жақын ағаларым болмаса, мысалы Қайрекеңнен жақын ән сұрадым ғой. Сол сияқты өзіңнен былай сырттай тыс әндер орындамаймын. Программаларда болмаса, өзім жеке алып орындамаймын. Енді шыдамай баратсам, міндетті түрде авторына хабарласам. Брауыз ба? Ескертіп алдынан өтіп. Алдынан өтіп, орындаушы міндетті түрде композитор мен ақынға хабарласам. Әлбетте. Енді адамда арман көп қой, мысалға. Әншіде де арман көп. Мынандай бір дүние болса, сен қандай бір шетелдің әншісімен ән айтар едің, сондай бір возможность болса да, сондай бір саған бір осындай арманды орындау берілсе, осы тұрғыдан қандай әншіні таңдап ән айтар едің? Шетелдің немесе Қазақстанның? Жалпы енді музыканттар біледі, оны қатты бір сондай бір коммерческий әйгілі адам емес, бірақ сонда да өте музыкалық, бай музыкадағы өте сондай үлкен кісі. Бай музыка демей, классиканы айтып жатырмын, классика жанры. Андрей Бочеллимен ойнайтын келеді. Мен тек қана жылдыр көйлегің деп айтпаймын ғой. Басқа да классикалық әндер бар, өзің білесің, конкурстарда орындайтын поп-классика дейді оны. Аралас кроссовер стилі. Андрей Бочелли деген әншімен дуэт орындау арманым. Жақында сол концерт үшін Абу-Дабиге барып келдім, концертін көрдім. Бала кездегі арманым, болмаса былай ауылда жүрген балам концертін сол кісіні қарап, құдайға шүкір, әрдайым тәуба. Осындай мүмкіндік бергені Алла тағала бар. Концертін тамашалап келдім, ағамның сырттай. Оңынан болсын. Енді қаражат бәрімізге керек. Әрине. Мысалға, 10 мың адамның алдында тегін ән көрсету, немесе $50 мың бір адамның алдында қайсысын таңдайсың? 10 мың адам алдында тегін, 50 мың бір адам алдында. Ондай таңдау негізінде болған жоқ өмірімде. Егер болса, 10 мың адамды күшті бір жақсы жағынан, шығармашылық жағынан керемет қолдануға болады. Жалпы 50 мың бар адамды қолдануға болады десек. Екі жағада ба? 10 мың хайыр көбірек болады деп есептеймін мен. Анандай ғой, мен өзімнің аудиториям Инстаграмда мықты активін деп айта алмаймын. Бірақ мен бірауыз бірдеңе сұрасам, Инстаграм, ТикТок болсын, жалпы елден сұрасам, шығармашылық жағынан әрине өте қолдайды, көмектеседі, сондықтан 10 мың адам таңдайтын едім. Оңынан болсын берсе, халықтың батасын алып жүре бер. Енді осы соңғы айда, немесе соңғы аптада бір күшті бір миыңда бір тұрып қалған ән болды ма? Соны 15 рет тыңдасаң да жалықпайтын. Сені сағынудан шаршадым, қанша мұң. Садриддин, жалпы мен Садриддин әрдайым айтамын сөмкілерде. Өз достарым көп тыңдаймын, әріптестерімде. Садриддин досым емес, бірақ сонда әріптесім ғой, жақын бауырым. Күшті, конечно. Садриддин әндерін жақсы тыңдаймын. Оның ішінде Тұрар да бар, Қазбек те бар, өте көп тыңдаймын. Енді екінші ән, қандай ән? Екінші тыңдап жүрген ән ба? Жоқ, екінші ән, қандай ән орындаймыз? Екінші орындалатын ән, жаңа орысша жылтыр көйлек жазылды деп айттым ғой кезінде. Сол әнмен қатарлас жазылған ән бұл Мадуня деген ән. Өзімді тұңғыш рет орындайын деп жатыр екенсің. Мен енді шынымен айтсам орысша ән мүлдем орындамағам, осы алғаш рет орындайын деп жатырмын. Сондықтан да анау мынау кем кетігі болса кешіріп қойыңыздар. Енді бұл әннің авторы
Мен бүкіл әндерімді өзім жазам. Мадонияның әнін толықтай өзім жаздым. Сөзін сол әнім Саят Рахымжан, түгел музыкалық өңдеуін жасаған Димаш Дінмұхаммед Өтебай. Барлық саунд продюсеріміздің бірге Аукайке жасады. Өзіміздің команда кішігірім. Күшті керемет шыққанын өте қатты. Мен шынымен де жаңа айтқандай 15 рет тыңдадым, жалықпайтын әндердің бірі. Мадония, қабыл алыңыздар. Сіздердің құрметтеріңізге. Әміре, Ернар, Бүркіт, қарсы алыңыздар. Мадония. Ты я и не я, надо мной воссияй, милая, милая. Смысл мой, будто я не хочу потерять жизнь моя, жизнь моя. Не хотела ты ничего взамен, не просила ты даже перемен, не желала жить чувством на обмен. Все, кого встречал, для меня не ты. Для меня ты свет этой темноте. Я хочу тонуть в твоей красоте. Красиво, наивно, душою ранима. Мадуня, Мадуня, Мадуня. Красиво, наивно, душою ранима. Мадуня, Мадуня, Мадуня. Сквозь года, города, даже сквозь холода мы идем, не сходя. Ты моя нежная, своих чувств не тая. Знаю, люблю я тебя. Не хотела ты ничего взамен, не просила ты даже перемен, не желала жить чувством на обмен. Все, кого встречал, для меня не те. Для меня ты свет в этой темноте. Я хочу тонуть в твоей красоте. Красиво, наивно, душою ранима. Мадуня, Мадуня, Мадуня. Красиво, наивно, душою ранима. Мадуня, Мадуня, Мадуня. Все, кого встречал, для меня не ты. Для меня ты свет в этой темноте. Рахмет. Алғашқы менің орыс тіліндегі әнім үлкен жобада үлкен Құтты сахнада. болсын. Рахмет. Әдем болды. Бірінші ретке өте керемет болды, Thank you very much. Дайындықсыз. Ернаржан, алтын уақытын қиып келгенге рахмет үлкен. Енді біздің басты серіктесіміз, спонсорымыз Салам Броның атынан саған бір айға сертификат. 30 бургер. Мен Астанада тұрамын ғой. Астанада жіберем ба? Иә, кез келген Салам Броның кәдімгі бургер сататын жеріне барасың, осыны көрсетесің, болды ғой тегін. Сондықтан құтты болсын, оңынан болсын. Қымбатты достар, қымбатты оқырмандар, міндетті түрде каналға тіркеліңіздер. Және де міндетті түрде астына комментарийға жазып кетіңіздер. Келесі кімді шақырайық және қандай ән орындалсын. Ал бізбен бірге болған лайықты ән жобасында шайқап тастаған Ернар! Рахмет. Рахмет.